Қордайдағы жанжал кезінде зардап шеккен Тілеген Құдашбаевқа Алматыдағы ауруханада операция жасалды. Ақсақалдың және осында емделіп жатқан өзге де науқастардың жағдайын білу үшін денсаулық сақтау вице-министрі Қамалжан Надыров та арнайы барды. Емделушілермен тілдесіп, хал жағдайларын білді. 78 жастағы қария Төлеген Құдашбаевқа кеше облыстық көпсалалы ауруханада операция жасалып, сынған жамбасы қалпына келтірілді. Дәрігерлердің сөзінше, ақсақалдың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Қасынан бір елі қалмаған Зура Құдашбаева жұбайын аман алып қалған дәрігерлерге ризашылығын білдірді. Атаңның жағдайы средний. Кислородпен жатыр, реанимациядан жамбасына чеге қағып, операция жасап шықты. Мына біздің осы жердегі облыстың доғдыр ғой мынау. Сол доғдырларға мыңда бір рахмет. Үлкені де кішісі де жаны қамай, кешелі бағарда біз кегелі жаны қамай бізді бірінші ұстап тұр қазір. Жақсы рахметімді айтамын доғдырларға. Операциядан енді шыққан қарттың аздап қобалжығаны да байқалады. Өмір үшін арпалысқан азаматтарға алғысын айтып, жанарындағы жасын жасыра алмады. Төлеген Құдашбаевтан бөлек бұл ауруханада тағы да 5 адам жатыр. Олардың екеуі жансақтау бөлімінде, дейді дәрігерлер. Қазір оларға тиісті медициналық көмек көрсетілуде. Бұл оқиғаға байланысты 178 адам медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта 25 науқас Алматы клиникаларында ем қабылдауда. Сонымен қатар 11 адам Қордай ауданының орталық ауруханасында жатыр. Олардың біреуі жансақтау бөлімінде. Жалпы Қордай ауданынан 20 азамат санавиациямен Алматыға жеткізілген. Бұдан бөлек тағы да 3 науқас тікұшақ арқылы жеткізілді. Осы уақытқа дейін зардап шеккендерге операциялар жасалып, қосымша қызметкерлер де тартылған. Ал жеңіл-желпі жарақат алған науқастар дәрігерлердің қарауынан кейін амбулаториялық емге жіберілген.